Сәлем достар, қалайсыздар? Көптен бері сабақ салынбай кетті. Бүгін бізде келесі бір сабақтарымыздың бірі, ол лист болады. Егер программа өткен шығарсыздар, басқа программированиядан. Сол жақта массив деген бар. Енді жалпы массив, лист ол бір ұғым, идеясы бір. Немесе array деп атайды, ағылшынша. Массив. Жалпы ол не? Қазір қарастыратын нәрсе ол біздің лист, ол питонда, ал array деп ол мысалы Java'да айтады. Басқа нелерде C++-тарда массив деп айтады. Енді жалпы бұл не? Лист деген сіздерде мысалы айнымал бар, мысалы x деген айнымал болса, біз бұлай қарастыратын едік. Оның ішінде бір сан бар, мысалы 18-ді. Ішінде бір какой-то ячейка бар, 4 бір ячейка. Соның ішінде, мысалы мен ячейка деп бұлай алайын. Оның ішінде сан бар. Белгілі бір сан бар. Мысалы біз қарастырып жатқан, ол всегда бір санды. Немесе ішінде 9 болуы мүмкін, немесе 9,0 болуы мүмкін, немесе бір какой-то строка болуы мүмкін, мысалы сөз дегенде. Осындай бір типті нәрселерді қарастыратын едік. Енді лист деген не ол? Бір айнымал бар, мысалы x деген. Сол айнымалың ішінде екіден көп не бар? Ішінде значение бар, яғни элемент. Мысалы 7 болуы мүмкін, 9 болуы мүмкін, 10 болуы мүмкін, 11 болуы мүмкін, немесе string болуы мүмкін. Әртүрлі. Енді қараңыздар, 7, 9, 10, 11, мысалы 9,6 болуы мүмкін деген сияқты. Әртүрлі ішінде элементтер бар. Енді сіздер мысалы мынау 7-ге слот ету үшін сіз айтасыз. Бұл нешінші индексте екенін қарайды. Ол бірінші қараса массивті 0-ші индекстен бастайды. Мен бұлай бөліп қояйын әрқайсысын. Бірақ бәрі не x-тің ішінде, x деген ячейканың ішінде 5 элемент бар. Әрқайсының өзінің несі бар? Ссылкасы бар. Ссылка ол бізде индекстер. Яғни 0-ші 9,6 бірінші, 10 ол бізде екінші, 11 ол бізде үшінші, и сөз бізде ол төртінші. Сонда x0 тең 7-ге, x1 тең 9,6-ға, тура солай, мысалы x3 тең бізде неге? 11-ге, ал x4 тең сөзге. Яғни типтері кез келген болуы мүмкін. Яғни тип данных кез келген болуы мүмкін. Жалпы лист деген осы. Ал енді қазір есепте қарастырайық. Қалай болатын. Мысалы менде бір S деген лист болсын. Листте осылай алады. Немесе бірден бүйтіп кетсең де болады. Бұлай алады, бүйтеді. Менде мысалы сөз 7, 12, 14,6. S деген құрылды. Енді қараңыздар, S-ті шығарсақ, print S. Не дейді бізде? Сөз 7, 12, 14,6. Немесе бұлай да істесеңіздер болады мысалы. S бірдік. Тең. Мысалы. Алматы. 8, 13, 19,6, немесе 17. Осылайда объявление жасаңыздар болады массивті, листті. Сонда S1-ді шығарсақ, міне Алматы, айырмашылық жоқ. Бұлай да істесеңіз болады, немесе бұлай да істесеңіз болады. Жалпы осы лист деген. Енді қараңыздар, S1 0 десек, ол бізде Алматы шығар. S1, енді қараңыздар, бізде S1 және S деген листтер бар. Енді S2 десек, 3 десек, 14,6 шығарады. Өйткені 0, 1, 2, 3. Естеріңізде тағы да салып кетейін. Яғни индексация 0-ден басталады деген сөз. Түсінікті ғой. Енді жалпы листта көп нәрсе істеуге болады. Яғни өзінің бір функциялары бар. Жалпы сол функцияларға көшейік. Мынандай нәрсе бар қазір. Функциядан бұрын нәрсені айта кетейін. Шығару, яғни элементтерді шығару. Қандай түрлері бар? Ал бірінші түр ол біз мысалы бүйткіміз келеді.
барлығын шығару керек десе, мысалы біз бүйтеміз, мысалы S-тегі бүткіл элементтер шығару керек болса, мынандай қос нүкте қоямыз. Өйткені қос нүкте деген бір екі аралық деген сөз. Солай түсінуге болады. Егер былай істесе болады, қараңыздар, S1-ден 3-ке дейінгі аралық шығар десе, ол бізде 7 мен 12-ні шығарады. Не үшін? Өйткені 1 бізде 7, 2 бізде 12, ал 3 бізде кірмейді. Осы жерде қарап алыңыздар, мен комментарийге алып қояйын. Ол былай қарайды. 1 және ол бізде 0-ші, 1-ші, 2-ші, 3-ші элементтер бар ғой? Индексация 4-ші. Ол не істейді? 1-ді қарайды. 1 бізде 7 ғой, дұрыс па? S1. Бізде S1 7. Окей, S2. S2 бізде 12, окей дейді. 10-ті алады. Бірақ S3-ті алмайды, өйткені S3 бізде кірмейді жаңа аралыққа. Яғни 1-ден 3-ке дейінгі аралықты қарайды. Енді қараңдар, мысалы S0-ден 1 десе, менде қандай сан шығарады? S0-ді ғана шығару керек. Сөзді ғана шығарады, бірінші элементті ғана шығарады. Өйткені 1 кірмейді сол аралыққа. Түсінікті ғой? Немесе осылай шығарса болады. Бұл не деген сөз? Бұл 0-ден 2-ке дейін деген сөз. Яғни 0 және 1. Немесе былай шығарсаңыз. Ой, 1-ден бастап қалғандар. Яғни 1-ден басталады және до конца. Соңына дейін деген сөз. Негерде ештеңе жоқ қой. Көрдіңіздер ме? Қос нүкте деген ештеңе жоқ. Жалпы осылай шығарсаңыздар болады. Енді жалпы функцияларға көшейік. Қандай бізде қажет функциялар бар? Яғни біз көп қолданатын программада керек функциялар. Енді көп негізі функциялар, оның бәрін айтып отырудың қажеті жоқ. Керек-керектерін айтайық. Бірінші ол бізде функция, ол бізде append. Жалпы append деген қосу деген сөз. Или біріктіру, арасына кеп қосу. Append не істейді? Артына кеп қосады. Яғни массив листің артына кеп қосады. Мысалы, бір элементті қосыңыз келеді. Бізде қазір бар бізде S, мысалы S деген сақталып тұр, кернелер сақталады. Мысалы бізде S деген бар. Мысалы S-ті шығарсам, міне сөз 7, 12, 14, 16. Енді мен S.append деймін. 19 деймін. Менде 19-ды қосады. Енді S-ті шығарсам, не көрдіңіздер ғой? Соңына кеп қосып жатыр. Соңына. Соңына қосады. Түсінікті деп ойлаймын. Append деген функциямыз. Тағы да қосайын мысалы. S.append. Астана. S-ті шығарайын. Не, көрдіңіздер, соңына кеп Астананы қосты. Келесі ол бізде функция insert. Insert ағылшын тілінен аударғанда тоже қосу немесе сол арасына қосу деп көрсетеді. Бірақ бұл жақта айырмашылық қай индексқа әкеп қосасың сол. Мысалы s.insert бірінші индексін жазам. Мен айтам, екінші индексі 2 және оған әкеп мысалы тараз деген сөзді қосты. Ол не істеді қараңыздар? S-ті шығарам. Міне, екінші 0, 1, екіншіге таразда кеп қосты. Ал наларды қалғандан оңға қарай былай жылжытып. S.мысалы insert 0-ші элементке әкеп. 0-ші элемент ол бізде алғашқы бас жағына әкеп. Қазір нені қосады? Мысалы, любой бір санда әкеп қосайды. Мысалы, 29,16. S-ті шығарайын. Міне, ауылына әкеп қосты. Келесі бізде қолданатын тағы да pop деген бар. Pop деген удалить етеді. Қазір көрсем қалай удалить ететінін. Қараңыздар, мысалы s.pop не істеді? s.pop деген не істейді? Артындағы санды удалить етеді. Соңын удалить етеді.
соңын жояды, қазақша айтайын, соңын жояды. Енді s.pop деді. Қазір 19 болды. Өйткені Астана жолып кетті, тағы да себебін 19 жойып тастады. Енді қараңдар, s-ті шығарсам. Менде уже 19 мен Астана жоқ, екеуінде жоқ бұл жерде. Қараңдар, тағы да pop деймін. Менде 14,6 жоқ болып кетеді. Көріңіздер. Келесі бізде remove. Remove десе, сіз бересіз именно қай индекс, яғни қай элемент удалить етілу керек, соны айтасыз бұл жақта remove'да. Pop жаңа соңынан ғана ма? Ал remove қандай көріңіздер ма? Сіз бүйтеді, мысалы мен просто s.remove десем, менен сұрап отыр. Қандай элементті жою керек дейді. Айтам, мысалы 7. Менде 7-ні қазір жоқ қылды. Көріңіздер ма? Яғни егер мен арасында сан жоқ берсем, мысалы тағы да мысалы ішінде жоқ сан, мысалы бізде 1 ғой, мысалы 1 жоқ, или 2 жоқ. Көріңіздер, ол оны көрмейді листтан, ішінен көрмейді. Сол үшін мысалы біз арасындағы санды беріп керек. Мысалы бізде сөзді құртайық. Әне, сөз деген уже жоғалды. Remove деген жою деген сөз. Бірақ қай элементті жою? Келесі тағы да жоятын нәрсенің бірі ол del. Del-да кішкене ерекшелігі ол қай индексті удалить ету керек. Және бұл функция емес, функция бірақ басқаша кішкене. Қараңыздар. Мысалы мен айтам s0-ді жой дейін. Ол жойды, s-ті шығарам, тараз 0-ші элемент жояды, 29,10. Көріңіздер, remove ол именно қай элемент екен айтады, ал delete қай индекстағы элемент екен айтады. Ал енді бүткіл листі тазарту үшін бүйтесіздер. s.clear дейсіздер. Яғни s-ның ішінде бізде тараз 12 болды, clear десек, clear деген тазалау деген сөз, сонда s-ті шығарсақ бізде көріңіздер, ол пустой болды. Жалпы осымен керекті функциялар болса листтағы. Рахмет, келесі кездескенше, келесіде tuple деген тақырыпты өтетін боламыз, өте ұқсас листке, және соңғысыз тағы да 3 түрі бар, негізі массив сияқты. Вот соларды өтетін боламыз. Оларда керемет функциялар бар, қолдануға жеңіл. Ал енді достар, келесі кездескенше біздің YouTube каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау, саламат.